Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте қарапайым әрі жеңіл айран қосып жасалатын, өте нәзік, жұмсақ болып шығатын оладьи рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен айранымызды ыдысымызға құйып, үстінен бір жұмыртқамызды саламыз, және де үстінен қантты салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз, қантымыз ерігенше. Енді үстінен ұнымызды осылай аз-аздан салып отырамыз, венчиктің көмегімен араластырамыз. Біргелгі масса болғанша осылай тоқтатпай араластырып отырамыз. Енді үстінен аздап сода салып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің массамыз осындай қоюлықта болып шығады. Міне осылай 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар, біздің оладьиларымыз көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, осылай оладьиларымызды екі жағын қызартып, пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай ақырын ғана осылай аударып аламыз. Оладьилар көтеріліп, әдемі болып пісті. Міне дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Феруза. Баршаңызға ас болсын.